Саламатсыздар ма? Есімім Алихан және осы видеода сіздерге трейдингтің не екенін, трейдерлер кімдер және анализ түрлері туралы сіздерге айтып кетемін. Жалпы бізде трейдинг дегеніміз бұл белгілі бір активтарды сатып алу және сату процесі, былайша айтқанда. Сонда бұл активтерге бізге валюталар, криптовалюта, акция, облигация, сонымен қатар металдар, золото, серебро сияқты мысалы шикізаттар жатуы мүмкін. Сонда бізде трейдерлар именно осы сатып алу және сату кезінде разницадан ақша табады. То есть былайша айтқанда, мысалы сіздер сделканы, допустим, бұл бізде график, золотың графигі, мысалы осы жерде сіздер сделканы ашсаңыздар, қаншалықты көтеріледі, соншалықты сіздер көп табасыздар. И керісінше наоборот, если сіздер жоғары қарай позиция ашсаңыздар, то есть лонг позиция, қаншалықты жоғары көтеріледі, соншалықты сіздер көп табасыздар. А если бұл наоборот төмен түсетін болса, қаншалықты төмен түседі, соншалықты сіздер көп жоғалтасыздар. Негізі бізде трейдерлардың 3 основной түрі бар. Олар бізде ең біріншісі day trader. Так, екіншісі бізде swing trader. Және үшіншісі бізде скальпер. Енді бұлардың айырмашылығы қандай? Day трейдерлар, бұлар сделкаларды бір күн ішінде сделкаларды ашып жабады. То есть, мысалы, сіздер сделканы аштыңыздар ма, бұл сол күні ол сделка жабылады. То есть, бұл бір күн ішінде жасалатын трейдинг. Екіншісі бізде swing трейдер. Бұл трейдерлар бірнеше күннен, бірнеше апта, немесе айға дейін мысалы созып ұстап отыра беру мүмкін. То есть, сделканы аштыңыздар, сіздер не обязательно бүгін жабу, просто ары қарай бірнеше күн бойы сделканы ұстап отырасыздар. Енді үшіншісі бізде скальперлер. То есть скальпер бұлар өте краткосрочный трейдерлар. То есть бұлардың сделкалары бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін ғана болуы мүмкін. То есть айырмашылығы қандай сонда? Енді понятное дело, бізде в первую очередь уақыт айырмашылық. Екінші айырмашылық, мысалы, бұл жерде day трейдерлар, мысалға алатын болсақ, бұларда уақыт скальперлардан қарағанда көбірек болады. То есть, соответственно, бұларда уақыт көп. Так. Уақыт көбірек. Или былай жазбай қойын. Уақыттар көбірек, в первую очередь. Екіншіден, скальперлер, мысалы, сделканы 2-3 секунд, мысалы, бірнеше секунд болады, дұрыс па? Бірақ оларда именно психологияға давление көбірек болады. То есть олар, мысалы, если day трейдер, мысалы, бір күнде 2 сделка, может, 1 сделка ашады, соның өзінде, мысалы, депозитқа как минимум хотя бы 2% жасадық деп ойлайық. Сонда бұл жерде скальпер күніне, мысалы, 20 сделкадан 50-100 сделкаға дейін, мысалы, бару мүмкін. Олар өте тез ашып, өте тез жабады, мысалы. Бірақ, соответственно, оларда прибыль да көп, бірақ убыток та өте үлкен болады. Если басқа жаққа қарай, мысалы, қозғалатын болса. Ал swing трейдерлар, бұлар бізде көбінесе негізі кішкене былайша айтқанда инвесторларға ұқсастығы бар. Оларда уақыт өте көп болады. То есть свободное время, олар бір позицияны ашты, болды, и дальше ұстап отыра береді. Бірақ көбінесе swing трейдерлар енді трейдингқа как пассивный доход ретінде қарайды. Мысалы, сделканы ашты, болды, бірнеше күн ұстады, бірнеше күннен кейін, мысалы, плюста бола ма, плюста, все, болды, жапты. Мысалы, золото үшін бізде именно трейдингта swing трейдерлар жақсы табады. Не үшін? Себебі золото, сіздер білетіндей, ол әрдайым өсіп отырады. Әрдайым өсіп отырады. То есть золото, ол енді асты қарай коррекция береді, асты қарай құлайды, бірақ золото бізде как металл ретінде, сонымен қатар ол өте бағалы, ол әрдайым өсіп отырады. Сондықтан swing трейдерлар үшін золото өте, былайша айтқанда, прибыльный актив.
Так, негізі трейдерлар бойынша осы. Енді анализға көшейік. Трейдингта негізі анализдің екі түрі бар. Так, біріншісі бізде фундаментальный. Так, фундаментальный. Екінші бізде теханализ. Технический анализ. Екеуінің айырмашылығы қандай? Бізде фундаментальный анализда көбінесе трейдерлар экономикаға көбірек қарайды. То есть бұл бүкіл экономикаға байланысты заттарды анализ жасау. Мысалға бір жерде, допустим, енді Құдай сақтасын, бірақ егер соғыс болатын болса, немесе наоборот, былай айтайық, Америкада безработица көп болып жатыр. Если безработица бізде көп болса, соответственно, бұл бізге экономикаға нашар әсер етеді. То есть бізге емес, именно долларға. Соответственно, если бізде доллар төмендесе, онда золотының бағасы көтеріледі. То есть осы информация арқылы олар сделка ашады. То есть экономика жағынан. Енді бұл да негізі жақсы способ. Көбінесе былайша айтқанда старая школа деп айтсақ та болады. Енді мен білетін адамдар, именно үлкен трейдерлар, жасы келген трейдерлар көбінесе осы фундаментальный анализбен кіретін сделкаға. Особенно мысалы бізде айына бір рет, ең бірінші пятница күні безработица бойынша отчет шығады. Вот сол отчетпен мысалы сделкалар ашып отырады. Так, енді технический анализ. Технический анализ ол сіздер графиктар жасайтын анализдің барлығы технический анализға жатады. То есть графикта не сызасыздар, не сызбайсыздар, оның барлығы бізде технический анализ. Негізі технический анализдің в основном бізде 3-4 түрі бар. Ең бірінші түрі енді бізде ол фигурный анализ. Так, фигурный анализ. Фигурный анализді көбісі оқиды, сонымен қатар мен де оқығам. Бірақ бұл негізі өте жақсы анализдің түрі. Былайша айтқанда бұл негізі стратегия бұның барлығы. То есть бұл технический анализдің ішіне кіреді. Фигурный анализ. Бұл жерде адамдар былай қысқа айтатын болсам, графикта мысалы определен бір паттерндар болады, фигуралар болады, және сол бойынша олар сделкаларды ашады. Фигурный анализ негізі жұмыс жасайды. Мысалы көбісі фигурный анализ оқығаннан кейін ол жұмыс жасамайды деп ойлайды. Мысалы, на самом деле фигурный анализ жұмыс жасайды. Бірақ адамдардың проблемасы олар графикта сызуды білмейді. То есть бұл проблема менде де болған. То есть мен фигурный анализ оқыдым, бірақ менде ешқандай результат шықпады. Ну, результат өте былайша айтқанда жақсы болған жоқ. Сондықтан мен фигурный анализді тастадым. Так, екіншісі бізде объемный анализ. Объемный анализ енді бұл рыноктағы объемдарға байланысты қарайды. То есть рынокта қандай объемдары болады деген сияқты. Ол тоже өздерінің фишкалары бар. В принципе, тоже жұмыс жасайды. Негізі қолдануға болады. Үшіншісі бізде енді индикаторный анализ. То есть бұлар таза индикаторларды қолдану арқылы сделкалар ашады. Мысалы, оған стохастик кіру мүмкін, MACD мысалы кіру мүмкін. Там негізі индикаторлардың түрлері өте көп. Яғни только сол индикатор арқылы сделка ашатын трейдерлар бар. Негізі менің ойымша енді тек қана индикаторы қарау өте қате деп ойлаймын. Енді өте қате дегенде негізі прибыльный трейдерлар әрине бар, бірақ бұл өте неэффективный способ. Былайша айтқанда. Индикаторлар негізі трейдер үшін менің ойымша бұл как вспомогательный инструмент болу керек. То есть менде мысалы тоже индикаторлар бар, бірақ мен индикатор арқылы анализ жасамаймын. То есть индикаторлар маған жай көмектеседі рынокты көруге, графикті көруге, бір ситуацияларды көруге мысалы. Бірақ мен именно индикаторның өзімен ешқашан просто анализ жасап сделка аша салмаймын. Енді бізде төртінші способ бұл бізде уже smart money. Енді smart moneyді қазіргі кезде көбісі естіп жатыр, бірақ оны көбісі түсінбейді. Негізі ол қандай анализ? Smart money негізі аударғанда умный капитал немесе умный деньги деген сөз. Бұны түсіндіру үшін сіздерге в принципе бізде рынок қалай құрастырылғанын түсіндіріп берейін.
негізі бізде рынокта былайша айтқанда иерархия бар. То есть иерархия бар. Және бұлардың ең астында бізде трейдерлар болады. То есть трейдерлар ол бізде как пушечное мясо. Бұлар бізде ликвидность. Бұл бізде трейдер. Енді бұдан жоғары бізде инвесторлар болады. Так. Частный инвестор. Дальше бізде так. Бұлар бізде хедж фондтар. Одан кейін бізде инвестиционный банктар. Және ең жоғарыда бізде уже центральный банктар жатады. Же банк деп жазалайық. То есть көбінесе бізде рынокпен ең басты управлять ететін ол бізде банктар. Яғни бұны біз крупный игрок немесе маркет мейкер деп атаймыз. Енді smart money'дің принципі қандай? Smart money негізі бізде осы маркет мейкердің былайша айтқанда ізімен жүреді. Мысалы, көп трейдерлар өте үлкен қателік жібереді. Сделкалар ашқанда, да и в принципе торговля кезінде, мысалы, минусқа кеткенде, көбісінің в первую очередь болатын ойы, мен рынокқа мстить етем дейді. То есть мен қайтадан кек аламын деген дейше, мен қайтадан ақшамды қайтарып аламын, мен тағы олардың ақшамды алып мықты боламын дегендей мысалы ойлар болады енді. Бұл негізі өте қате ой. Если сіздер рынокта торговля кезінде ақшадан жоғалтсаңыздар, сіздер керісінше қатені түсіну керексіздер. Сонда smart money принципі именно осы маркет мейкердің, то есть банктардың былайша айтқанда артынан ізімен жүру. Сіздер мысалы рынокта қандай да бір ситуациялар болады, сол ситуациялар арқылы сіздер маркет мейкерді түсініп, движение қалай барады, қайда барады и неге баратын түсіну былайша айтқанда. Бұл енді более глубокий анализ. Бірақ smart money бізде қазіргі кезде ең эффективный анализ. То есть, мысалы, фигурный анализді көбісі зузды білмейді. Объемныйды, мысалы, көбісі, да, в принципе, білмейді, қолдана білмейді. Индикатор енді неэффективный. Не үшін өйткені то же самое индикатор негізі как вспомогательный инструмент болу керек. Smart money, былайша айтқанда, осылардың бүкіл минустарын жауып тастайды. Так, енді пока осы. Енді сіздерге мен түсінікті болды деп ойлаймын. Негізі трейдинг деген не екен, трейдерлар кімдер және анализ түрлері. Енді чтобы трейдингті бастау үшін сіздер өздеріңізге анализ түрін таңдап, дальше уже торговля ғана қалды. Сонымен қатар негізі енді бізде основном екі рынок бар. Ол бізде біреу криптовалюта, екіншісі бізде форекс. Ең основной, былайша айтқанда. Ең основной именно бағыттар криптовалюта немесе форекс. Форекс пен криптовалютаның айырмашылығы неде? Енді өздеріңіз білетіндей, криптовалютада бізде именно криптовалюта торговать етіледі. Ол жерде биткоин, эфириум, солана и так далее, мысалы. Ал форекста бізде именно валютный рынок, то есть валюталардың тоже арасындағы соотношениесін бөлінісі. То есть валютамен торговать етеміз. Арзанырақ аламыз, қымбатырақ сатамыз деген сияқты. Бірақ трейдингтің былайша айтқанда изюминкасы, сіздер бұл жерде тек қана жоғары қарай позиция емес, сонымен қатар астыға қарай позиция ашсаңыздар болады. То есть бұл қалай? Сіздер мысалы, если астыға қарай позиция ашатын болсаңыздар, сіздер бұл жерден де ақша таба аласыздар. То есть если вот қаншалықты, допустим, осы жерде сделка аштық, бұл қаншалықты түседі, сіздер соншалықты көп табасыздар. Және қаншалықты көтеріледі, соншалықты сіздер жоғалтасыздар. Бұл негізі трейдингтің өте, былайша айтқанда, изюминкасы ғой. Енді не үшін мен мысалы өзім форексті таңдадым? Жаңа сіздерге айтқандағыдай бізде иерархия бар, иә. Сонымен қатар бізде енді криптовалютада қалай құрастырылған? Ең басты айырмашылық бұл жерде капитализация. Бұл енді қалай негізі?
Криптовалютада бізде капитализация 2,5 триллион доллар. Ал Форексте бізде капитализация 7,5 триллион доллар. Енді бұның қандай қатысы бар? Енді қараңыздар. Бізде криптовалютада Форекстен қарағанда аз, дұрыс па? Енді былай қарасақ, криптовалютада мысалы кез келген мысалы бір крупный игрок, допустим, кит келіп, бірнеше миллион доллармен сделка ашатын болса, сіздің анализіңіз мысалы ол жерде ешкімге керек болмай қалады. То есть ол жерде смарт мани жұмыс жасайды, ол жерде анализ жұмыс жасайды. Бірақ андай моменттер болуы мүмкін, мысалы сіздер рынокта анализ жасап қойдыңыз, ол өседі немесе құлайды деп тұрдыңыз, и бір кезде бір моментте бір үлкен кит келіп, миллиондаған долларларға мысалы биткоин сатады. Биткоин сатса, оның бағасы құлайды, дұрыс па? Все. Бағасы құлады, бұл сіздің анализіңіз құрастырған ешкімге керек емес. Ондай кезде мысалы. Ал Форекста керісінше, бұл жерде мысалы адамдар қандай болмасын, қаншама ақшамен кірмесін, рынокқа ондай қатты мысалы өзгеріс бере алмайды. Бұл жерде только бізде крупный игроктың қолында болады, маркетмейкердің, яғни банктардың қолында болады. Басқа ешкім келіп, мысалы үлкен ақшамен, инвестор болсын, кім болсын, қаншама ақша құйса да, хоть миллиард доллар құйса да, ол жерге миллиардтаған долларлармен мысалы сатып алса, немесе керісінше сататын болса да, ол рынокқа прям ондай қатты үлкен движение бермейді. Сондықтан ол бірінші, былайша айтқанда, бірінші плюс Форекстің, екінші плюс бізде, соответственно, бізде Форекста ақша көп. То есть әрбір сделкадан сіздер көбірек ақша аласыздар. Да и в принципе негізі Форекс анализға өте жақсы келеді. Сондықтан енді өздеріңіз қараңыздар, мысалы сіздер фьючерста болсаңыздар, енді қарап көріңіздер. Бірақ мен сіздерге мысалы Форекста да көруге совет беремін. Негізі өзімізде біз мысалы трейдинг хабтың командасының адамдар, бізде негізі фьючерста. Негізі бұның барлығын біз фьючерстан бастағанбыз, шынымызды айтсақ. Содан кейін ғана барып, біз Форексті көргеннен кейін барып, бізге Форекс өте қатты ұнап қалды. Одан кейін біз қазір осы уақытқа дейін енді Форекста сделкалар ашып жүрміз. Енді бүгінге осы. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Сондықтан енді қош, сау болыңыздар.